Бірде шәкірті ұстазынан: сіз өте ұстамдысыз, көңіл күйіңіз үнемі көтеріңкі жүреді, ешкімге ашуланбайсыз, маған өзіңіз секілді сабырлы болуды үйретіңізші деп өтініш білдіреді. Шәкіртінің өтінішін ұстаз қабыл алып, түссіз пакет пен картоп алдырады. Егер сен біреуге ренжіп жүрсең, бір картопқа сол адамның есімін ойып, жазып, пакетке салып қой. Бар болғаны осы ма деп шәкірт таңырқап қарайды. Жоқ деп жауап береді ұстазы. Сен үнемі осы пакетті қолыңа ұстап алып жүруің керек болады. Біреуге ренжіген сайын әр кез бір картоптан қосып салып отыр. Шәкірт ұстазының айтқандарын бұлжытпай орындап жүреді. Арада біраз уақыт өткенде пакет толып ауырлай бастайды. Үнемі өзімен бірге алып жүру қиынға соға бастайды. Әрі картоп бұзылып, жағымсыз иіс шығара бастаса керек. Сол кезде шәкірт ұстазына келіп: өзіммен бірге мұны алып жүру тым ауыр. Оның үстіне картоп бұзылып, жағымсыз иіс шығарып жатыр. Басқа тәсіл жоқ па деп сұрайды. Сенімен дәл осындай жағдай болып жатыр. Сен мұны бар болғаны байқай алмай тұрсың. Біздің жасаған істеріміз әдетке, ал әдетіміз қатесіз мінезге айналады. Мен саған осы үрдісті сырттай бақылауға мүмкіндік бердім. Біреуге ренжімес немесе біреуді ренжітпес бұрын әркез мұның қаншалықты ауыр екенін ойла, деді ұстазы. Құрметті Бақыт Тұрсынжанқызының тыңдармандары, менің дыбыстауыммен жазылған әңгімелер сіздерге ұнаған болса, арнама жазылып, пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын.